Ассалаумағалейкум достар. Мен бүгін Clipclubs'та новый шыққанына карусельді қалай істеу керек екенін түсіндірем. Мен өзімнің Telegram каналыма осындай жазу қалдырып кетемін, ссылка сияқты. Соны кіресіздерді осылай копировать ете аласыздар. Және де оны тек бір адам тек бір рет істей алады. Мен уже істеп қойдым, соны түсіріп едім, бірақ кетіп қалды ол видео. Сондықтан бүгін қайттан істедім. Осылай копировать етесіз, сразу Clipclubs'қа кіресіз. Сосын сіздер не жерде help him деп тұрады, көмектесу деп. Сосын басып жібересіз, сосын мен жерде сіз оған көмектесесіз. Және достар, подписаться етуді ұмытпайық. 400-ге жеткізсек. Мінекей маған да бірнеше адам істеген, сау болсын. Міне өздеріңіздікін істей аласыздар. Міне өздеріңіздікін осылай копировать етіп, достарыңызға жіберіңіздер. Олар сіздің ссылкамен кірсе, сізге көмектеседі. Сөйтіп бір-бірден көмектесіп кете береді. Мен уже міне $20 шығардым, біреуі қазір енді шығады. Достар, бәрі шын, өтірік емес. Өзім күнде істеп жүрмін. Және достар, мен бүгін сіздерге жаңа приложениені айтатын боламын. Міне оған Facebook или Google-мен кіресіздер. Және осы жерге код жаз дегенге мен екі шетке код қоямын қазір. Сол жерге мен кодым жазасыздар, сол кезде сізге 300 коин деген теңге береді. Және де ол тиынды қайда қолданатынымызды қазір түсіндірем. Так, екі жерге код шықты, осында кодты жазамыз. Так, приложение кірейік. Мен приложение осында болады, мен бірінші кіріп қойдым, сосын кішкене бәрі көрсетпейді, сіздер кіргенде басқаша болады. Мінекей достар, міне ең үст жағында міне жасыл сызықпен сыздым. Соған кірсеңіздер, міне сол жаңағы сізге берген 300 тиынды сол қайда қолданатыныңызды. Мінекей $3, $5, $3-дан $200-ға дейін шығаруға болады. Ол да кәдімгі күнде істеп жүрген PayPal-ға шығарамыз. PayPal аккаунт ашыңыздар, оны білмесеңіздер, менің YouTube каналымда бар. Егер де ақшаңыз жеткілікті болса, exchange дегенді басасыздар. Ал егер де қалай табам деп ойласаңыздар, шетте тұр. Ал мына хатты бассаңыздар, ол жаңағы мен кодым сияқты сіздің өздеріңіздің кодтарыңызды шығарып береді. Міне мына мен кодым, және оған сіздер тесіңіздер 300 сізге тиын береді. Ал және де жаңағы осындай сары, оранжевый сияқты тиынды қалай табам десеңіздер, міне game деген тұр. Game'ге кіресіздер, міне сол жерден табасыздар. Мысалы карусель ан жақта әртүрлі соны істейсіздер. Мысалы мен бір рет істеп көрсетем тек. Міне маған 7 түсті. Міне get point деп, очконы аламыз тиынды. Міне әртүрлі әрқайсысы бар. Міне scratch деген кетіріп істейді, қырып деген сияқты. Солай істейміз. Өйстіп таба бересіздер. Және тез тапқыларыңыз келсе, өздеріңіздің кодыңызды басқа достарыңызға айтып, соны істеткізіңіздер. Солай тезірек болады. Және міне map деген картаға кірсеңіздер, мына жақта сундуктар тұрады. Сол сундуктарды бассаңыз, ішіне тиындар әртүрлі күшті заттар шығады. Сол арқылы да көбейтуге болады. Менде что-то бүгін шығып қой тұр. Мана шығып еді. Қайтып көріңіздер, сондай шығуы мүмкін. Так, міне өйстіп істей береміз. Міне өзіміздің тұрған жер тұрады. Өтірік ойынның картасы, ондай шын карта емес. Және де достар, ана жерде сумканы бассаңыздар, сундуктың ішінен шыққан заттар шығады. Міне мысалы кілт, алтын, пазлдың заттары, қолдану және сатып жіберу деген болады. Менде қолданылмай тұр, білмеймін. Кейін қайттан істесем сіздерге айтам. Ал егер де керек емес сразу сатып жіберемесеңіз, sell дегенді басасыз, сатып жіберу. Ал мына жерде билет сияқты заттар тұр, ол билеттер. Ал жақта room дейді, сол жаққа ұшуға болады.
мысалы use десеңіз room деген картаға ұшасыздар, или sell десеңіздер сатып жібересіздер. Солай достар, сау болыңыздар. Осы